Papa, үйге келін алып келin деп жатырмын. Ne dedin babam? Kaytarmak esime kaldım. Pap, үйге келін алып келin деп жатырмын деймін. Gelin alıp geleceğim desin be. Qanday geliniz? Қандай келін болғанда аты Аида, менен 1-2 жас қана үлкен. Dürüst. Alıp gel tanıştır, göreyik. Папа, мына алдындағы айтқан қыз ғой, аты Аида. Аида, мынау менің папам, таныс қой. Kim dedin? Qanday kız dedin? Пап, алдындағы Аида дедім ғой. Біз бір-бірімізді өте қатты жақсы көреміз, папа. Dürüst. Mahabat жасқа қарамайды дейді ғой негізі, мен қазір барып келем ғой. Папа, прикольчиксіз ғой. Иә. Келем тұра беріңіздер, Бергеш, Аидажан. Твою мать, мас, бер. Кімді алып келгенсің үйге? Құры бар енді, келме бұл жаққа үйге. Балам, газы күреш алып келесіңші? Мәңіз алыңыз, папа. Алып кел, балам. Мына ел кісіге көмектесек, жолда қалып кетті ғой. Так. Мына жерін бұрап жесек, болды. Бітеді. Хоп, бітті, болды. Машинаңызды оталдыра берсеңіз болады. Мына әкең ауызген баласы өлдің бе? Неге ұрасыз балаңыз? Кішкентай ғой әлі. Бірақ түрі Нұржан Керменбаевтан аумайды екен. Прям точно айтыңыз ғой, аумай қалды ғой. Көрдіңіз ба, не істеп тұрған бұның? Ештеңе етпейді бұлар әлі. Кішкентай бала ғой, тым түсінбейді ғой. Бала болған соң сондай ғой. Асан, бәрін білет бұлар, кішкентай болып алды. Құр бар иттің баласы. Так, айлығым түсті, енді қарыздардың бәрінен құтылу керек. Так, бірінші кредит жабу керек. Кредит жабу, мен совет етеміз, потом магазиндерге қарызым ғой, магазин айлықтан минус совет етеміз. Так, потом кімге қарыз едім? Ишак Жандосқа қарызым ғой, берейін ба оған, бермей-ақ қойын ба? Жарет бере салшы, 1 ай болды сұрап жүргеннен, надоел же. Так, минус совет етеміз айлық. Потом, ломбард бар ғой, ломбардтан минус совет етеміз. Осаққан бақшана, қалай өмір сүрем 1 ай бойы, 5.000 ғой таза мен, 5.000 ғой. Дым қамаған қақшы конкретно. Мен тамағым жей олайшы, қарым ашып кеткен ғой конкретно. Тамақ та жоқ қой конкретно. Е-май, дым қамаған ғой, не істеймін, Е-май. Так, ойластыру керек. Кімнен тағы қарыз алсам болады?